Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге тез оңай дәмді арнасы. Бүгін біз осындай өте дәмді сүзбелі тоқаштар дайындаймыз. Қантсыз және ашытқысыз бұл рецепт бойынша міндетті түрде дайындап көріңіздер. 250 грамм сүзбеге 2 жұмыртқа қосамыз. Оған жарты шай қасық тұз және де 2 ас қасық сұйық май құямыз. Бәрін видеода көрсетілгендей араластырамыз. Енді осы массаға 250 грамм ұн және 7 грамм қопсытқышты қосып, тағы да араластырып қамыр жасаймыз. Дайын қамырды видеода көрсетілгендей бірнеше бірдей бөлшектерге бөлеміз. Енді әр бөлшектен дөңгелек форма жасаймыз. Әр тоқаштың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, оған қалауларыңыз бойынша көкнар немесе күнжіт дәндерін қоссаңыз болады. Енді тоқаштарымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минут пісіреміз. Мінеки тоқаштарымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.